Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Вигнеш Канагабасан, аға кеңесші интервенциялық кардиолог, Apollo Main ауруханасы, Greens Road. Бүгін мен алғашқы ангиопластиканың жүрек талмасына ұшыраған науқастардың өмірін сақтап қалудағы маңызы туралы, сондай-ақ кальций мөлшері жоғары және күрделі бітеруі бар науқастар үшін қаншалықты маңызды екені жайлы айтқым келеді. Қазіргі кезде ангиопластикада жаңа технологиялар пайда болды. Олар науқастарды емдеуге және жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Ең алдымен жүрек талмасы. Бұл күнделікті өте маңызды мәселе. Біздің елімізде бұрын жүрек талмасы негізінен қарт адамдарда кездеседі деп саналатын кездер артта қалды. Қазір ешқандай жас жүрек талмасынан қауіпсіз емес. Тіпті 20-30 жастан асқан жастар да жүрек талмасына ұшырайды. Жүрек талмасы дегеніміз не? Жүрек талмасы бұл жүрекке баратын артериялардың жүз толық бітелуі. Медицина тілінде біз оны миокард инфаркті деп атаймыз. Жасау үшін осындай науқастарда жүрек талмасы пайда болғанда, бұл өмірге қауіпті әрі өмірмен күресетін жағдай. Сондықтан олар катетеризация зертханасы бар және тәулік бойы кардиологтың бақылауы қамтамасыз етілген ауруханаға жүгінуі керек. Сондықтан науқас шұғыл түрде жедел жәрдем бөліміне келгенде, біз оны есік пен баллон уақыты деп атаймыз. Яғни кеуде ауруы басталған сәттен бастап 90 минут ішінде немесе одан да аз уақыт ішінде болуы керек. Сол себепті біз бірден науқасқа көмек көрсетіп, негізгі тексерулерді жүргіземіз. Содан кейін науқасқа ақпарат беріп, оны катетеризация зертханасына алып барамыз. Сол себепті жүрек талмасы кезінде әрбір кешіктірілген минутта жүрек бұлшықеті зақымданып, өмірге қауіпті асқынулар туындауы мүмкін. Сондықтан біз науқасты катетеризация зертханасына кіргізген бойда бірден ангиограмма жасаймыз. Ол қай жерде бітелу бар екенін анық көрсетеді. Содан кейін бірден біз бастапқы ангиопластика жасаймыз. Бұл дегеніміз, біз сым енгізіп, баллонмен кеңейтіп, стенд қоямыз. Бұл стенд әдетте бітелуді тамыр қабырғасына қысып, толықтай тоқтаған қан айналымын қайта қалпына келтіреді. Сондықтан араласушы кардиолог үшін жүрек талмасынан науқасты құтқарудан артық қанағат сезімі жоқ. Бастапқы ангиопластикадан бөлек, ангиопластикаға жоспарлы түрде келетін тағы бір топ науқастар бар, және олардың кейбір егде жастағыларында артериялардың ішкі қабырғасында кальцийдің жиналуы, яғни қатты кальцийленген артериялар болады. Сондықтан бұл науқастарға бізге ең жаңа технологиялар қажет. Яғни бізде бляшканы өзгертіп, кальций жүктемесін азайтып, содан кейін стенд қоюға мүмкіндік беретін көптеген құрылғылар бар. Егер біз бұл технологияларды қолданбасақ, біз әдеттегі ангиопластика жасай аламыз, бірақ стенд жеткілікті кеңеймесе, науқастарда қайтадан стеноз немесе тіпті стенд тромбозы пайда болуы мүмкін. Сондықтан Аполлода мен осындай науқастармен жұмыс істеуге маманданғанмын. Мұнда біз кескінмен бағыттау технологиясын қолданамыз. Мысалы, IVUS тамыршілік ультрадыбыстық зерттеу немесе оптикалық когерентті томография. Бұл ішінде камерасы бар катетер сияқты құрылғы. Оны тамыр ішіне енгіземіз де, кальций қай жерде орналасқанын және артерияның анатомиясын көре аламыз. Содан соң бізде әртүрлі бляшка немесе кальцийді өзгертуге арналған құрылғылар бар. Мысалы, кесетін баллондар, жоғары қысымды баллондар, сондай-ақ икемсіз баллондар. Сондай-ақ кальцийді кесетін құрылғыларымыз бар. Мысалы, ротациялық аблятор, орбиталық артерэктомия және тамыршілік литотрипсия. Біз оны IVUL деп атаймыз. Осы құрылғылардың барлығына мен маманданғанмын, және біз оларды Аполлода қолданамыз. Мұнда бляшканы өзгертеміз. Содан кейін зақымданған жерге баллон қоямыз. Одан кейін стендті орнатып, стендті кеңейтеміз де процедураны аяқтаймыз. Сондықтан бейне бақылау арқылы және осы заманауи технологияларды пайдалана отырып, біз науқасқа ең жақсы, оңтайлы, 100 нәтиже бере аламыз және ұзақ мерзімді нәтижелер жақсы болуына қол жеткіземіз. Әрі қарай медициналық ем жалғасады.